Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге салтанат. Осындай үлпілдек бауырсақтың ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Осы рецептпен ұзақ уақыттан бері жасап келе жатырмын деуге де болады. Және де менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен 2 стакан су қосатын боламыз. 1 стакан сүт және де 100-150 грамдай сливочный май қосатын боламыз. 1,5 ас қасық тұз, барынша тұзын татымды қылыңыздар. Және де 2 ас қасық шекер салатын боламыз. Барынша жақсы тұз бен қант ерігенше араластыратын боламыз. Және де мен 1 ас қасық дрожж салдым. Негізі жарты ас қасық дрожж салсаңыздар да болады. Маған тез көтеріліп ашығаны керек болды. Сол кезде 1-1,5 сағатта жақсы көтеріліп ашитын болады. Ұнды, яғни аз-аздан жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қатты болып қалмау керек. Ол кезде бауырсақтарыңыз қатты болып дұрыс шықпай қалады. Барынша ұнды аз-аздан етіп салатын боламыз. Осылай илеп алдық. Жұмсақ қамыр илейміз міндетті түрде. Және де пищевой пленкамен бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Егерде сіздер жарты ас қасық дрожж салатын болсаңыздар, 1 сағатқа қалдырасыздар. Жақсылап көтерілуі керек. Менде осылай көтерілді. Негізі одан да қатты көтерілетін еді. Мен асығыс болып тез ашып қойдым. Осылай қайтарып илеп аламыз. Міндетті түрде қайтарыңыздар. Сонда қамырларыңыздың июі қанатын болады. Осылай ұнға аунатып, қолға жабысатындықтан ұнға аунатып, осылай қайта-қайта қайтарып жібереміз илеп. Сол кезде жылтыр мінекей қамыр шығатын болады. Бұны да 10-15 минутқа бетін жауып қалдырдым. Сосын 2 зуалаға бөліп, осылай қамырды дөңгелек формаға келтіретін боламыз. Орташа қалыңдықта қамыр жайып аламыз. Қатты қалың болмау керек, қатты жұқа болмау керек. Орташа қалыңдықта қамыр жайып аламыз. Осылай стаканмен, менде арнайы форма жоқ, сондықтан стаканмен домалақ етіп кесіп алдым. Және де осы қамырларымды мата дастарханға 10-15 минутқа жылы жерге қойып қойдым. Ол міндетті түрде сол кезде бауырсақ көтерілетін болады. Майды қыздырып, осылай барлығын төңкеріп пісіріп алатын боламыз. Қайтарып, екі жағын қайтарып, төңкеріп пісіріп алатын боламыз. Қатты отта емес, орташа отта пісіріңіздер. Сол кезде бауырсақтың іші де пісетін болады. Осындай үлпілдек бауырсақ болып шығады. Каналға тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Алдын ала рахмет айтамын. Бұл менің YouTube каналыма түсірген ең алғашқы видео рецептім. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Мінекей, осындай үлпілдек өте әдемі болып көтерілген бауырсақтар шықты.